Баршаңызға қайырлы күн. Мен есімім Құдай Қаділет. Мен Абай облысы Семей қаласы Әлихан Бөкей атындағы номер 9 орта білім беретін мектептің оқушысымын. Мен қазір адам жер қалам конкурсына қатысудамын. Мен жетекшілердің Көркембек мұғалімдері Айтышева Айжан Тұрсынова, Қайынбаева, Амангүл Байғалиевна. Ол өз қоқысына тұшуы мүмкін. Бұның мағынасына тоқталсақ, біздің қазіргі таңда заманауи елімізде және барша әлемде 22 миллиард тоннаға астам қоқыс яғни керексіз жатыр. Оның 16 миллиард тоннасы техногенді қоқыс болса, минералды қоқыс болса, 6 миллиард қоқысы адамға зиян химиялық қоқыстар болып келеді. Өте зиян әсер етеді, яғни оның ойлау қабілетіне, жалпы өсуіне зардабын келтіреді. Мен сауалнама жүргізген болатын, осы гарбология деген білесіз ба, жалпы гарбология сізді қызықтыра ма, осы зерттеу нысанында қайта өңдеу сізді қызықтыра ма дегенде мен мынандай нәтижеге келдім. Яғни ең біріншіден көп адамдар тіпті гарбология дегенді білмеген, және де осы қайта өңдеудің 10% адам маңызын түсінбеген. Немеге қайта өңдейміз, ол жерге қас саламыз ғой, бірақ ол өте жалған пікір. Себебі ол жерге сіңсе де, ол жерге сіңіп, ол жерге өзінің жаман химиялық заттарын таратады. Осы қайта өңдеуде алгоритм бар, арнайы алгоритм. Яғни бірінші қалдықтарды жинау, екіншісі тасу, іріктеу, сосын қайта көму. Осы алгоритм болып келеді. Бірақ осы алгоритм тек Европа елдері және дамыған елдері ұстанса, көп елдер оны ұстанбай, тек қана өз еліне емес, бүкіл елдерге зардап шеге алады. Сондықтан мен ең біріншіден осы мысалы бастауыштың оқушылары қарындаштың қалдықтарын жасаған өздерінің картиналары, немесе осы оригами, бәріміз білеміз ғой, оригами дегенді, ол осы қоқыстармен шайқасуға деген ең басты бір құрал болып келеді экологияда. Және де пластик, жаңағы пластик қораптан жасалған осы гүлдермен безендірілген зат. Бұның барлығы біздің мектепте жасалынады, және де адамдарға ол түсіндіреді, не үшін осындай бұйымдар жасау керек, не үшін біздің жерімізді осы қайта өңдеп безендіру керек. Жалпы тек қана осы қағаз немесе пластик емес, біз осы керексіз маталардан да оны жасай аламыз. Мысалы, осындай бір әдемі зат қыздар тобы жасаған болатын. Және де бұның барлығы осы экологияға көмектесуге үлкен бір қадам болып келеді. Келесі, негізінен осы тұрмыс қалдықтарын түрлеріне тоқталып кетсек, ол жаңағы айтып кеткен қағаз, тамақ қалдықтары, темір және оның қоспалары, әйнек, резеңке мен темірлер, тіпті пластмассада бүкілі осы қалдықтар болып келеді. Және де олардың таралуына тоқталып кетсек, олар егер де біздің жерімізге тараса, жаңағы кіріспеде айтып кеткендей, ол бүкіл адамға зиян келтіреді. Тіпті сіздер оны қарамасаңыздар да, бәрі адамдар жүр ғой, олар түк болған жоқ қой десе, ол жылдар сайын сіздің ағзаңызда көбейе береді. Сондықтан осы жобаны аша отырып, мен қайта өңдеуді сіздерге ұсынамын. Және де тағы да бір жайт, біз көптеген тамақты ысырап қылып лақтыра саламыз. Кім жерде тұрмайды, кімнің қасында ит жоқ тамақ беретін, әсіресе осы этаж үйде тұратындар, олар тамақты лақтыра салады. Бірақ ол өте дұрыс емес, себебі тамақтың өзі де қалдық болып саналады. Ол табиғаттың бір бөлшегі болса да, ол бізге зардап келтіре алады. Сондықтан осы малдың тамағы ретінде оны қолдануға сіздерге ұсынамын. Және де қорытындылай келе, мен өз сөзімді бір цитатамен байланыстырған болатым, және де осы қорытындыны да байланыстырғым келеді. Әлемді қоқысқа толтыру қажет емес, себебі әлем өзі де лас. Назарларыңызға рахмет.